Кеш жарық құрметті менің YouTube арнамның тұрақты оқырмандары және арна қонақтары. Добрый вечер, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Good evening. Ағылшыншасын кейін айтам. Барлықтарыңызға аттап кірген жаңа жыл жақсылығын ала келсін. Мен бүгін сіздерге өзімнің жаңа жылдағы жалғыз тілек атты әңгімемді таныстырмақпын. Бұл әңгімені осыдан 6-7 жыл бұрын жазғанмын, Мұқағали журналында жарық көрген. Енді әңгіменің жазылуына түрткі болған жағдай 12 жылда 20 пәтер жалдап тұруым еді. 12 жылдам 20 пәтер жалдап, 21-сінде өз үйімізге бұйыртып көштік. Енді тышқан жылының соңғы 3 айы таңғажайып тосын сыйларға, тосын оқиғаларға толы болсын, ал сиыр жылы сіздердің барлық тілектеріңізді қабыл етсін. Енді әңгіменің соңғы шенінен үзіндім. Үйге ағай кірдім. Өзімен бірге жиіркенішті жағымсыз иіс ала келдім. Белгілі ғой, жаңа жылды жынды сусыз атап өтсе, күнә болады. Қызар, жаңа жылдарымен құттықтаймын. Ағай дарылдай сөйлеп, қолын оңды-солды сермеді. Рахмет ағай, біз де сізді құттықтаймыз. Екі қыз қосарлана жауап қаттым. 100 грамм бар ма? Мына сөз тура маңдайдан тіліп түскендей әсер қалдырса да, жансая сыр бермеді. Қайдан болсын ағай, біз ішімдіктен мүлде аулақ жүреміз. Ағай аяғын әтек-тәтек басып шығып кетті. Есікті аша тұрайыншы, не деген аң тұрған иіс? Шайтанның мерекеге арнаған бүкіл сусынын ішіп алғаннан саум өзі. Көзтаныс дегенің істеп жүргені мынау, бейтаныстардан не күтуге болады? Жансая көңіл сөз күңк етті. Ағай арақтан ақылынан адасып жүр. Бүгін ана мыстанның жұлдыз оңынан туатын болдым. Бүгін бізге романтикалық жаңа жыл кеш сыйламаса болғаны. Қойшым, дәл бүгін жарықты өшіре қоймас. Екі қыз телефон арқылы туыстарына, жақын жоқтарына хабарлама жаздым. Мен бүгін анама 6 рет хабарлама жібердім. Бірақ құттықтаудан көрі сағыныштың сары хатына ұқсап кетті. Гүлім өз-өзімен әуре. Ал жәке, тілінің балын тамызып бір сайрашы, мен мына апельсин шырынан түбіне дейін тауысып ішуге дайынмын. Менің дарқан көңілді құрбым, айтар тілегім, жансая сөзін кілт үзді. Ол толғанып кідірмеп едім. Ой желісін үзгенде, көңіл күйін бұзғанда, құрсап қалған қараңғылық болатын. Қос құрбы жалма-жан жолдағы заттарға сүріне шығыла далаға шықты. Көршінің үйі самаладай жарғын шашып тұр екен. Осы жарық құдіретті күші бардай екі қыздың көзін байлап алды. Шіркін, дәл осындай үлкен емес, кішкентай ғана құжырам болса ғой, бұл жансаяның тілегі. Үйшіктей ғана пәтер бұйырса ғой, бұл гүлімнің арманым. Қос құрбының жүрегінде жаңа жылдық жалғыз тілек алау-жалау болып тұрдым. Құрметті оқырмандар, менің арнама жазылған 449 тұрақты оқырманыма алғыс білдіремін. Осы жаңа жыл сіздерге бар жақсылығын аямай үйіп төксін. Сіздерге деген құрметпен, сіздерге деген махаббатпен, өздеріңіздің айзаттарыңыз.